Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Даник, біз бүгін сіздермен бірге Life Rush ойынын жалғастыратын боламыз. Бүгін біздің путь бомжаның екінші бөлімі. Бүгін видео өте қызық болады деп ойлаймын, ал біз ендеше видеомызды бастайық. Ал достар, мен кішкене видеоны далада түсіріп жатырмын, сондықтан кішкене құстардың және де машиналардың дауысы шығуы мүмкін. Ол сіздерге кедергі болмайды деп ойлаймын. Біз бүгін кішкене квестерді орындайтын боламыз. Короче, қазір біз получить лицензияны оружие, соны алуға баратын боламыз. 180 мың қайда десеңіздер, мен визадан тыс өзім жұмыс істеген болатын, жұмыс істеп 180 мың тапқан болатын. Сондықтан қазір біз МВД-ға барып, оружиеға лицензия алатын боламыз. Мінекей, уже МВД-ға да келіп жеттік. Қазір ішіне кіріп, оружиеға лицензия алатын боламыз. Ішіне кіреміз, сразу мына жаққа. Мінекей, лицензия на оружие купить. От минус 30 мың рублей біз бірінші квест орындадық. Келесі квест бізде вступить в любой семью дейді. А біз семьяда жүрген адамдарды іздейтін боламыз. Мен бір семьяны білем, казахи деген, сол семьяға кіретін болам. Ал біз ендеше. Короче, мен біреу лордың казахи деген, менің досым, яғни ютубер досым, короче, семьяға қосты и 7 мың рублей бізге плюс берді. Нәрсе, сөйлесіп нетіп жатырық. Бұл баланың лордың казахидің YouTube арнасының сілтемесі описанияда болатын болады. Кіріп тіркеліп кетіңіздер. Обязательно тіркелуді ұмытпаңыздар. Және мен арнамада тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментария өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Келесі серияда не істейін, соның барлығын жазып кетсеңіздер болады. Мінеке, информация, міне осындай семья. Негізі топовый күшті семья и дома бар. Оның домын енді бүгін көрсетпеймін. Алдың келесі видеоларда көрсететін болам. Мен жаңағы баланың промокодында жазып кетсеңіздер болады. Мінеке осындай Лорик деген, бұл ютуберский, менде уже екінші левел болып кетті, сондықтан бұны активировать ете алмайым по идее. Айтпақшы, мен өзіме промокод аштым. Ол қазір осы видеодан соң шортстенге кірсеңіздер, сол жерде менің промокодым тұратын болады. Осы Life Rush ойынында промокод создавать еттім. Оның барлығын описаниядан көрсеңіздер болады. Бағана мен больницаға барған кезде сол жақта не болып жатқан, қалай айтады? Собеседование, жұмысқа кіру, организацияға кіру деген, соған барған. Мінеке, мен уже больницаға да келдім. Мені уже собес бітіп кетіпті, собеседование уже бітіп кеткен. Сондықтан қазір біз ОПГ-ға кіретін боламыз, организацияға кіру керек бүгін. Сондықтан ОПГ-ға келдім. Мені ОПГ-ға келіп едім. Мына жерде жазып жатыр, мен сені қосалам, бірақ менде қазір қолым бос емес, анау деп осы ОПГ-ның главный айтып жатыр. Енді бүгін ОПГ-ға кіре алмайтын сияқтымыз, сондықтан енді келесі видеода кіретін боламыз ОПГ-ға. Ал енді біз қазір, мен жаяу жүріп, скутермен жүріп шаршап кеттім, сондықтан мен қазір өзіме Низкий автосалоннан көлік алатын болам. А біз ендеше. Мінеке, уже Низкий автосалонға да келдім. Қазір ішіне кіріп, мына жерге кім машинасын қойып кеткен, осындай ұнамайтын. Так, покупка транспорта. Осы жерден қазір біз өзіміздің ақшамызға сай келетін көлік алатын боламыз. Так, мынау керек емес, мынаны да алуға болады. Так, мынау вообще қымбат кетеді. Мынау вообще қымбат. Так, осыны ева кішкене ұнап тұр, осыны алам ау деймін. Так, мынау осыны алайын ба или мынаны алайын ба? Қойшы, осыны ала салайын, осы кішкене. Қазір бірінші өзімізге идеальный свет тауып алайық. Осы көк түспен ала салайыншы. Әдемі көрінеді. Мінеке достар, біз өзіміздің путь бомжадағы бірінші көлігімізді алдық. Алып кеттік, біз көлігімізге отырып көрейік, шығарайық. Қазір чатқа кар, Нива 21. Ебой, біз өзіміздің ең бірінші көлігімізді алдық. Өте әдемі. Енді бастапқыға, бомж аккаунтқа сойдет, нормально. Енді біз қазір бұған номер алуымыз керек, сондықтан ГИБД-ға. Мен, жап жаңағына номер алдым. Мінеке осындай. 454 F0 10 деген, осындай өте әдемі не? Қайтет мынау? Әкел, жынды екен ғана. Бәрі қаш кетті қазір, вгрузить етіп сразу. Қайда? Ол мен вгрузить болды. Анауен қазір жындан қалады жүр. Так, қайтадан кар деймізді, машинамызды
әнекей менің машинам ана жерге ұзаққа қарай кетіп да. Қазір қайтадан шығарып алайық. Өстейді ғой. Бюджет сұрап жатқанда кедергі жасап. Так, Нива и загрузить еттік. Короче, есігін ашып, қазір жаңағы емес пе мен машинам? Енді өшін алып жатқан ес. Осылар қатырады. Кеттік машинамызға тұрып алайық. Мінеки, короче, осындай Нива алдым. Типа не сияқты, полициялар сияқты, короче, көк бәймек түсті. Мені өте әдемі күшті. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бүгін осындай қысқаша видео болды. Міне, короче, мынау менің жаңа көлігіме обзорыма, короче, өте әдемі машина алдық деп ойлаймын. Ал достар, сау болыңыздар.